Устаз болудағы ең басты мақсатым алдыма келген оқушылардың бойына мейірімділік қасиетін сіңіру деп білемін. Әрбір оқушы жүрегіне жол таба отырып, адамгершілік рухани құндылықтардың бұлағын ашу, өзін өзі тану сабақтарының басты мақсаты. Егер ұстаздың жүрегінде балалар мен өз мамандығына деген махаббат болса, кез келген қиындықты жеңуге болады. Сондықтан менің өмірлік ұстанымым балаға тек өзің жақсы көретінді ғана үйрете аласың. Жақсы қасиеттің дәнін оқушы бойына сіңіре отырып, жылы сөзбен нұрландыруға тырысамын. Оқушыларыммен мейірімділікке бастар жолмен бірге жүріп келемін. Әрбір сабақты оқушы жүрегіне жететіндей етіп ұйымдастыру үшін мұғалімнен көптеген дайындықты талап етеді. Шығармашылық тұлға ретінде күнде жаңаны оқып біліп, біліктілігімді шыңдауға маржанмын. Сонымен менің құрметті оқушыларым, бүгін сендер тағы да бір өзін-өз тану сабағына келдіңдер. Мен сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі сабағымызды біз тыныштық сәтінен бастаймыз. Қазір барлығымыз жайланып отырайық. Арқамызды тірейік диванға, я? Тіреміз диванға. Қалай бізге ыңғайлы? Жәмила, сен де тірей ғой. Қолымызды айқастырмаймыз. Нұр сәулесі біздің бойымызға ақырын тарай бастағанын елестетіңдер. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле шашып тұр. Қолымыз тек жақсы, ізгі істерді істейді. Осы қолымызбен біз баршаға көмектесеміз. Нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге рахмет сендерге балалар. Қалай, ұнады ма? Иә, өте ұнады. Өте ұнады. Жаңағы жылуды, күннің нұрын сездіңдер ме? Иә. Қай жерде болды нұр? Жүректеріңе дейін жетті. Тағы қай жерлерінде нұр сездіңдер? Тағы қолымызда, тағы да аяғымызда, дұрыс, барлығына біз нұр сыйлағандай болдық, иә? Енді ойымыздан әсер тұрамыз сол жерде, телефонды шеңдеп. Жаңағы біздің алақанымыздағы жылылықты бір-бірімізге жіберейік. Бір-бірімізге жақсы тілектер айтайықшы, кәне. Көзімізді де жұмып қоюға болады. Мен өзімнің жұбыма жақсы тілектер тілеймін. Ал тілейміз. Қолымыздағы нұрды көршімізге беріп жатырмыз. Болдық, иә? Жақсы, енді қайтадан тұра қойып. Ал, рахмет. Ал енді кім айтқысы келеді? Өзінің жұбына не тіледі? Ал, Медина? Мен Айжанға бақыт сыйладым. Бақыт жібердің, иә? Ой, қандай тамаша. Ал, сен Айжанға ақыл жібердім. Ақыл жібердің, иә, нұрмен бірге? Айта ғой. Сендерге татулық жібердім. Татулық, иә, жаңа жылумен бірге. Тағы да кім айтқысы келеді? Айта ғой, Жәмила. Мен Дарияға мектепті 5-ке бітірсін деген тілегіңді жібердің, иә? Тамаша, Дария ше? Мен Жәмилаға бақытпен, сүйіспен шырықты сыйладым. Қандай тамаша. Тағы да кім айтқысы келеді? Ал, Айжан, тағы да бірлік пен денсаулық тіледім. Рахмет, Дария айта ғой. Денсаулық. Денсаулық деген тілек тіледім, иә? Қандай тамаша. Тағы да айтқыларың келе ме? Айта ғой, Ардан. Мен Арданға денсаулық пен бақыт тіледім. Арданға тіледім. Қандай міне? Барлығымызда жақсы тілектер тілеппіз. Осы тілектеріміз біздің орындалсын. Рахмет сендерге. Енді орнымызға. Жүрегім жылый бастайды. Оралғанда сапардан алдымнан жақын жан шықса. Кездескенде достарым, құшағын маған кең ашса, жүрегім жылый бастайды. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Бүгін біз қандай жақсылық, қандай құндылық туралы өтейін деп отырмыз? Нұр. Қай жердегі нұр? Жүректегі нұр. Дұрыс айтады. Яғни бүгінгі балалар біздің тақырыбымыз жүрек жылуы деп аталады. Апа мен ата бізге ақыл сөз айтады. Дұрыс айтады. Ата мен мында назар аударыңдаршы. Бұл жерде қандай жылылық бар? Бар ма жылылық? Ал, Медина? Мұнда баласы өз анасын құшақтап
Бұл жылылық па? Иә. Әрине бұл жылылық. Не айта аласыңдар? Қане тағы. Әділ айта қой. Бұл бала мен ата оғлан өз немересіне өзінің сақтаған фотоларын көрсетті. Дұрыс, тағы Жан сен айта қой. Жас болғанда ол мектепті аралағанда суреттерді оған көрсетіп жатыр, бірге қарап жатыр. Олар құстарға құста үй жасап өйткені олар адам сияқты тоңады, солай оларға шабуыл жасайды. Рахмет, өте жақсы. Әділ айта қой. Оқушылар құстарға үйшік жасап, ол үйшіктің ішіне тамақ салады. Не үшін солай істейді олар? Өйткені құстар тоңбау үшін, қарны ашпау үшін. Біз көмектеспесек, біз болашақта өскенде бізге де сол жаман келеді. Келуі мүмкін, иә? Ай, мектеп. Аға, ол мысық бұл тақтайды не үшін салатынымызды түсінемін екен? Түсінбесе де, ол далаға шығу үшін көзіне көрініп тұрған нәрсеге өрмелейтіні анық. Міне, өрмелеп келе жатыр. Шықты, сүт секілді екен. Шұңқырға өзі түсіп кетті ме екен? Дана, мысық өте сақ әрі шапшаң қозғалады. Өзі түсіп кетуі мүмкін емес. Оның қатыгез, адамгершілігі жоқ біреу тастап жіберген ғой. Аға, адамгершілік деген не? Адамға тән мейірімділік, қайырымдылық, кешірімділік сияқты түрлі ізгі қасиеттер бір сөзбен адамгершілік деп аталады. Көреміз, иә? Мен кішкентайда көрдім. Біз қалай көмектесе аламыз оларға? Көмектесе аламыз? Айта қой, Жәмила. Біз оларды үйімізге алып, оларды жуындырып, сосын оларға сүт беріп, тамақ береміз. Жерге, сосын бір жерге жуытып, жуытуға, сосын оған далаға кішкентай үйшік жасасақ, оған соны ол далада ол жерде Тұруға болады, иә. Ал тағы қалай көмектесе аламыз кәне жаңағы? Далада мысықтар бізде есі қалып қойса, тоңып жатса, қарны ашса. Біз оларды үйге алып кетіп, жуындырамыз, тамақ береміз, өз орамалымызды оған береміз. Жүрек бар. Осы жүректің ішінде қандай жаңағы жүрек жылуынан шыққан қандай жақсы істерді көріпсіңдер? Қандай жақсылықты көріпсіңдер? Соны не істейміз? Жүректің ішіне жазамыз. Бірақ балалар, біз топпен жұмыс жасағандықтан біз бірінші ақылдасып аламыз, сосын жазамыз. Ал қане орындауға болады. Сен жазасың. Кремді. Сор. Қандай жақсылықтар көріпсіңдер, соларды жаза қойыңдар. Екеуің бірігіп, мына жерге жазуға болады. Сурет бойынша. Айданы деген топ. Осы жүрекшелерге не деп жазды екен? Сурет бойынша қандай жақсылықтарды көре білді? Ал біз тыңдаймыз. Ал айта қойыңдар, сөз сіздерде. Арман деген бала әжеге шоншылғышпен кілемді тазалауға көмектесті. Келесі бала. Сұлтан деген бала апаға дастархан жаюға көмектесті. Жасмин кітаптардың жаны сүртеп жатыр. Олар барлығы әжеге үй жинауға көмектеседі. Жақсы.
Ал, тағы да. Әженің әже өз немерелеріне қуанып жатыр. Жақсы. Ал енді біз балалар, бірінші топтағы балалар, бізге олардың Бір қыз сынған бұтақты байлап жатты. Екінші қыз ағашқа су құйды. Айдос алма ағашының астын бояды. Құмырсқалар ағашқа Құмырсқалар оның ішін жемей үшін. жақсы. Ал, тағы қандай жақсылықтар? Екі ұл ағашты отырғызып жатты. Рахмет, тағы да, бар ма? Марат қоқысты жинады. Қоқысты жинады. Сонда бұл балалар өздерінің жүрегінің жылуын қайда немене үшін, неге сыйлап жатыр? Табиғатқа сыйлап жатыр екен. Бұл қандай балалар ендеше? Әдепті балалар екен. Иә, табиғаттың жанашырлары, солай ма? Тірегінде бұғындар. Енді сендер бағандан бері жүрек жылуы туралы, күннің жылуы туралы айтып келе жатырмыз, иә? Біздің әрқайсымыздың өзіміздің ең жақсы көретін адамдарымыз бар, иә? Ендеше біз қазір сол адамдарымызға әркімде енді әртүрлі болуы мүмкін. Осы күннің көзіне, мына жүрекшеге сол жақсы көретін адамдарымызға жылы жүрегімізден шыққан тілегімізді не істейміз? Жазамыз. Арнамсыз қартаймаңыз, сіз әлі тұрасыз, сіз ауырмаңыз, мен сізге сөйлейтінім бар. Мен сізді қатты жақсы көремін, мен сізге өмірімнің шірек беремін. Рахмет. Дария, оқиға. Мен бір жылды анаға сыйладым. Өйткені ол Ал, кім бөліскісі келеді? Не жаздық, кімге жаздық? Ал, Жәмиляны тыңдайық, не балалар? мен өз жылымды анама сыйладым. Өйткені ол мені бұл сүйіспеншіл дүниеге әкелді. Мен оған ұзақ ғұмыр, сыйластық, баялық сыйладым. Қандай тамаша сөздер. Ал, тағы да кім? Ардан. Ал, Әділ айтамын. Мен өз ағама бақыт және зор денсаулық тілеймін. Шынығы емес. Жүрегімнің жылуын. Жақсы, тағы да кім? Айта ғой. Бұл тілек Әбілмансұрға. Әбілмансұр әр сайын бақытты бол, көңілді бол. Рахмет. Жүрегің жылы болсын. Жақсы. Рахмет. Ал, неге сен Әбілмансұрға жазын айта аласың ба? Неге олай? Өйткені ол дос. Сенің ең жақын досың, иә? Иә. Тамаша, досқа жаз. Ал, Ардан оқимын дейді. Мен өзімнің анаға барлық тілектер тілеймін. Өйткені ол мені дүниеге әкелді. Қандай жақсы сөздер. Не келді? Бүгінгі біз сабағымызды көңілді әнмен аяқтаймыз, де балалар? Жан-жағына жылылық, нұрын шақсын, сыйластықты алуын өзі жақсын. Сенен адал достықты толық сезім, есігімді шыдамай өзі бақтым. Бүгін қандай тамаша көңілді күн. Сендерге де мен өзімнің кішкене ғана жүрегімнің жылуын алып келдім. Сендер жаңа анаға, досқа, әкеге, ата-әжемізге деген, жан-жануарларға деген жүректің жылылығы туралы айттыңдар, иә? Ол тамаша. Ал сендер Қазақстанның болашағысыңдар, біздің еліміздің болашағысыңдар. Біраз уақытта кезінде үлкен азамат боласыңдар. Иә? Біздің елімізді қорғайтын, көркейтетін сендерсіңдер. Сондықтан мен сендерге өзімнің шынайы жүрегімнің атынан жылы лебіз. Мынадай Қазақстанның картасы бейнеленген тәтті сыйымды таратқым келеді. Қабыл алыңыздар. Рахмет. Мен өте. Бүгінгі сабақ мәңгілік естерінде қалады деп сенемін. Және балалар, біз жүрегіміздің несін сақтаймыз? Жылуын сақтаймыз. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа үлкен рахмет. Сабағымыз осымен аяқталды.
Бұл сабақта мен оқушылардың адамгершілік рухани құндылықтар туралы, соның ішінде қайырымдылық жасау, жылылық білдіру, жақсылық жасау сияқты құндылықтар туралы түсініктерін кеңейтіп, өмірде кездесетін түрлі жағдайларда дұрыс әрекет етуге баулуды көздедім. Осы мақсатыма жетуде түрлі белсенді, танымдық әдістермен қатар білім беру ресурстарын, соның ішінде білім-ланд ресурсын пайдалана отырып, оқушылардың бойында әдепті қылықтарды, әрекеттерді қалыптастырудың жолдарын да қарастырдым. Бұл әрине оқушыға ерекше әсер етті деп ойлаймын.